Ай атаулары нені білдіреді? Бір жылда 4 маусым бар. Көктем, жаз, көз, қыс. Әрбір маусымда 3 ай бар. Бүгін көрермендерімізге осы ай атауларының құпияларын ашып береміз. Наурыз, көктемнің алғашқы айы. Парсша жаңа күн деген мағынаны береді. Шындығында наурыз айдың аты емес, жылдың басы, мейрамның атауы. Қазақ халқы ықылым замандарынан ақ наурыз мерекесін жыл басы ретінде тойлау дәстүрімен ай атын айналдырып жіберген. Наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі. Сәуір, көктемнің екінші айы. Арабша өгіз деген мағынаны береді, ал өгіз деген күн жолындағы шоқ жұлдыздың аты. Қазақтар оны ай аты ретінде қолданып кеткен. Сәуірдің ерте кездегі атауы көкек болатын. Көкек деген өз атын өзі шақыратын ұшқалақ, жеңілтек құс. Бұл сөз жағымсыз мәнде айтылады деген оймен сәуір атауын екінші айға таққан екен. Мамыр, көктемнің соңғы айы. Бұл жыл құстарының мамығын төгіп, көл жағасына ұя салып, мамырлайтын, семіретін кезеңі. Ескі түркі тілінде мамыр деген тоқшылық, семіру дегенді білдіреді. Дәл осы айда малда оңала бастайды. Маусым, жаздың алғашқы айы. Араптың мезгіл деген сөзімен байланысты. Шөп шабу, пішен дайындау маусымына байланысты айда осылай аталған. Үнді, Европа тілдерінде маусым сөздермен төркіндес муссон термині бар. Ол жазда мұхиттан құрлыққа, ал қыста құрлықтан мұхитқа қарай соғатын жел деген мағынаны білдіреді. Шілде, жаздың екінші айы. Бұл сөз парсы тілінде шіллә, 40 деген мағынаны білдіреді. Жазғы 40 күн шілденің негізгі ыстық күндері осы айда өтетіндігін жақсы білесіз. Міне, осы әуелде 40 күн мезгіл ретінде айтылып, кейін 30 күндік ай атауына ауысқан. Шілдеде күннің ұзақтығы қысқара бастайды. Тамыз, жаздың 3-ші айы. Тәржімалағанда күйдіру деген мағынаны білдіреді. Тамыздық сөзі де осы мағынадан туындаған. Тамыз айында аптап ыстықтан шөптің басы сарғайып, қурай бастайды. Піскен егін орылады. Осы құбылыстарға байланысты бұл айды кейде сарша тамыз деп те атап жатады. Бұл жерде айта кететін жайт, сарша сөзінің арғы тегі түркі тіліндегі саршақ деген мағынадан шыққан. Қыркүйек, күздің алғашқы айы. Осы айда қой мен ешкінің төлдеу уақытын көктем айына келтіру үшін қошқар мен текеге күйек байлайды. Бұл шаруа қырда, өріс барысында өткізіледі. Сол себепті қазақ халқы қыр және күйек деген сөздерді біріктіріп, айда қыркүйек деп атауды жөн көрген. Қазан, күз мезгілінің екінші айы. Парсы тілінде күз деген мағынаны білдіреді. Бұл айда егін орылып, жеміс-жидек жиналып, қамбаға, қазанға түседі. Жерде қалғанын суық соғып үсік шалады. Қазан соғу деген дәл осы мағынаны білдіреді. Қараша, күз мезгілінің соңғы айы. Жердің оты кетіп, бет-бедері қоңыр қайтарта бастайды. Ай атының қараша деп аталуы да осы себептен. Қараша айында алғашқы қар түседі. Халқымыз мұны қарашаның қары деп атайтын болған. Желтоқсан, қыс мезгілінің бірінші айы. Жел және тоқсан деген түркі сөздерінің бірігуінен шыққан. Яғни, 3 ай желді және боранды болады дегенмен байланысты. Бір тоқсанда 3 ай болатын айтпаса да түсінікті. Ежелгі түріктер қыстың алғашқы айын жел айы немесе 90 айы деп те атайтын болған. Желтоқсанның 22-сінде күн барынша қысқарады. Қаңтар, қыстың екінші айы. Қаңтар түрік сөзі екен. Күннің барынша қысқарып, байланғандай қаңтарылып тұрып қалуына орай қаңтар деп атаған. Бұдан кейін күн қайта зора бастайды. Дана халқымызда қаңтарда күн қарға адым зорады деген сөз бар. Ақпан, қыстың 3-ші айы. Ақпан қазақтың ағықпа, яғни боран деген сөзінен шыққан. Ақпан дақпан 6 күн, аязы мен 7 күн деген сөз бар. Бұл 7 күн нағыз қыс ортасында келеді. Қар жауып, жел тұрып, боран, бұрғасын болады. Аяз да күшейеді. Малдың жұтқа ұшырауы да осы айда басталады. Құрметті көрермен, сіз қай айда өмірге келдіңіз?